Павлодар облысы полиция департаментінің жылдам қимылдайтын арнайы жасағының аға инспекторы Ринат Махмутов Қазақстан полициясының құрдасымын. Полицияда қызмет жасауда жақсы дене дайындықтың болуы маңызды. Спортпен балалық кезімнен шұғылдануды бастадым. Үнемі қозғалыста болдым. Бастапқыда еркін күреспен, кейін аралас жекпе-жекпен айналыса бастадым. Біртіндеп ММА, жекпе-жек, кудо, жауынгерлік самбо, қоян-қолтық ұрыс және әскери қоян-қолтық ұрыстан спорт шеберлігінің барлық көрсеткіштерін орындадым. Сондай-ақ халықаралық ММА дәрежесіндегі спорт шебері атағына ие болдым. Қазақ Халықтар Достастығы университетін және Олимпиада резервінің спорт колледжін бітірдім. Мерзімді қызметімді Қапшағай қаласының десанттық шабуылдаушы әскерлерінде өткердім. Бірнеше спорт түрлері бойынша спорт шебері атағынан басқа ММА бойынша әлем және Азия чемпионы, жекпе-жек, кудо және жауынгерлік самбо бойынша Қазақстан чемпионымын. Сондай-ақ Алаш Прайд Octagon Selection, Гран-при Triumph Fight кәсіпқойлар арасындағы ММА халықаралық турнирлерінің қатысушысы және жеңімпазымын. 2014 жылы мен Бүркіт арнайы мақсаттағы бөлімшесінде өз қызметімді бастадым. 2016 жылы Алматы қаласында күрен берет иегері атандым. 2017 жылы елорда нормативтерді растадым. Әріптестерімнің қолдауы мен үшін өте қымбат және мені жаңа жетістіктерге жетелейді. Мен үшін жеңіс бұл жаттығулардағы зор табандылық, көп жылдық тәжірибе және сәттілік. Бүгінгі біздің ортақ мақсатымыз қоғамның полиция қызметкерлеріне деген сенімін лайықты деңгейде ұстау. Облыстың әрбір тұрғыны ішкі істер органдарында болып жатқан оң өзгерістер мен жетілдіру реформаларын сезіну керек. Кәсіби мереке қарсаңында мен сізге қиын және кейде қауіпті қызмет үшін шынайы алғысымды білдіргім келеді. Біздің тағдырымыздың басты қолдаушысы болып табылатын отбасыларымызға ризашылығымды білдіргім келеді.